Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрлық суларының түрлері мен қалыптасу кезеңдері. Бізде әлемнің өңірлік арнасы ол құрлық сулары болып бөлінеді. Жер бетіндегі өмірдің негізгі болып табылатын құрлық суларының негізгі түрлері мен олардың қалыптасу процестеріне бүгінгі сабақта шолу жасайтын боламыз. Сонымен қатар бізде келесі су ресурстарының түрлеріне келіп тоқталатын болсақ, олар өзендер мен жаңағы жіңішке ағындар, көлдер мен су қоймалары, жер асты сулары, мұздықтар мен қарлар жатады, төртеуі. Енді осы біз төрт түрін қалыптастырып өтетін боламыз. Бірінші біз неден бастаймыз? Өзеннен бастайтын боламыз. Яғни өзен жердің қан тамырлары. Өзен бұл басталып мұхитқа, теңізге немесе басқа су қоймасына құятын табиғи су ағынын айтамыз. Олар жер бетіндегі ең маңызды су ресурстарының бірі. Қалыптасу өзендер әдетте таулардағы еріген қарда немесе мол жауын-шашын, сондай-ақ жер асты суларының жер бетіне шығуынан басталады. Рөліне келіп тоқталатын болсақ, экожүйелерде қолдау, ауыл шаруашылығын суғару және адам қоныстануына су жеткізу үшін өте маңызды. Мысалы, біз мына суретте қарап тұрсақ, жоғарыда қарлар еріп, мұздықтар еріп, өзенге құйылып, өзен ары қарай тасымалдап жатыр, мұхитқа немесе теңізге, көлге қарай. Келесі бізде өзеннен кейін екінші кезеңде көлдер. Бұл көлдер қалай пайда болады? Көлдер табиғи су қоймаларынан пайда болады. Ол тектоникалық көлдер, вулкандық көлдер және өзендердің қалыптастырған көлдері деп бөлінеді. Тектоникалық көлдер дегеніміз жер қыртысының қозғалысы нәтижесінде пайда болған терең көлдер. Мысалы, бізде терең көлдер Байкал көлі бар. Ал вулкандық көлдерге келетін болсақ, ол вулкандық көлдер бізде сөнген жанартау су жиналуынан қалыптасады. Яғни кез келген сөнген жанартауға жауын-шашыннан, мұздықтан су жиналған жерде біз вулкандық көлдер дейміз. Өзендердің қалыптастырылған көлдері ол өзен арнасы бөлініп, иіліп қалып кеткен жерлерді өзен арнасына қалыптасқан көлдер деп атаймыз. Келесі жер асты суларына тоқталатын болсақ, бұл біздің көзімізге көрінбейді, бәрімізге белгілі. Мысалы, бұл сулар жауын-шашынның суының топырақ қабаттары арқылы сүзілу нәтижесінде пайда болады. Олар әлемдегі ішуге судың ең үлкен көзі. Жер асты сулары біз ішуге арналған суларды айтамыз. Қалыптасу процесіне келетін болсақ, су мысалы тау жыныстар, құм, қиыршық, тас арқылы өтіп, су өткізбейтін қабаттардың үстінен жиналады. Бұл процесті біз инфильтрация деп атаймыз. Бұл ішуге өте ыңғайлы судың бірі, жер асты сулары. Келесі бізде мұздықтарға келіп тоқталатын болсақ, бұл мұздықтар тұщы судың қоймасы. Мысалы, мұздықтар бұл қардың көп жылдар бойы жиналып, тығыздалу нәтижесінде пайда болған ірі мұз массалары. Олар полюстік аймақтарда және биік тауларда кездеседі. Суреттегідей. Мысалы, жердің тұщы суы бізде 68%-ды алып тұрады, мұздықтар мен қар қабаттары сақталған, ал құрлықта 10%-ын алып жатады. Келесі бізде судың гидрологиялық цикліне келетін болсақ, бұл қалыптасу сұйық, қатты газ үздіксіз айналымын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бізде келесі өзеннің жүйесінің құрылымына келетін болсақ, мысалы айтамыз ғой, бастауы, арнасы дегеніміз не, салалары дегенімізді, сағасы дегеніміз қалай ажыратамыз? Бастау өзеннің басталатын жерін айтамыз. Әдетте тау бөктерде бұлақ немесе мұздықтардың еруінен басталатын жерін бастау дейміз. Өзен арнасы деп су ағынын табиғи ойыс уақыт өте келе эрозия арқылы қалыптастырады. Өзен арнасы деген сол жерде айтамыз. Салалары қосалқы өзендер, негізгі өзенге құятын кішігірім ағындар мен өзендерді салалар дейміз. Ал сағасы деп өзеннің мұхитқа, теңізге немесе көлге құятын жерін айтамыз. Адам өмірінде құрлық суларының маңызы, құрлық сулар ауыл шаруашылығына және ішуге жарамды сулар және энергия өндіруге, демалыс және экотуризмге өте пайдалы құрлық сулары. Адам өміріне байланысты. Келесі қорытындылай келе, біз келешекте не істейміз? Су үшін өзендер, көлдер, жер асты суларын, мұздық сулардың түрлеріне тоқталып, бүгінгі сабақта суды қорғау үшін қандай үлес қосамыз, соны нақтылайды.